Сәлем баршаңызға. Қош келдіңіздер. Мен өздеріңізге уәде еткендей, бүгін қарбыз қабығынан жем повидло дайындаймыз. 1 килодай қарбыз қабығын алып, жасыл қабығынан аршып, тазалаймыз және бірінші бөліктерге бөліп, турап шығамыз. Қарбыз қабығымызды майдалап турап болған қарбыз қабығымызды қазанымызға салып, суды үстіне 5 сантиметрдей асырып құямыз. Қатты отқа 10 минут қайнатамыз. 10 минуттан кейін баяу отта қайнатамыз, суы тартылғанша қайнатамыз. 30-40 минуттай қайнайды. Қайнап жатқан кезде міндетті түрде араластырып отырамыз. Міне отырып қалмас үшін. Өздеріңіз білесіздер, түпіне тұрса, міне жағымсыз иістен шығады. Араластырып отырамыз. Және де бетіне шыққан көбіктерін алып тастау керек осы кезде. Міне салфетканың көмегімен аламын мен бұл жерде. Баяу отта болғандықтан қол күймейді, салфетканы қоя отырып, жеңіл түрде алуға болады. Міне қарасаңыздар, су тартылып жатыр. Қойылып қалды. Міне біздің қарбыз қабығымыз қайнап, суы тартылды. Енді суытып қойып біраз уақытқа, суығаннан кейін блендердің арнайы миксерімізге салып, блендермен езгілейміз. Жақсылап езгілейміз барынша, түйіршіктер қалмас үшін. Түйіршіктер қалмай таза жақсы езілсе, біздің повидломыз керемет шығады.
Бұл жерде бізде 600 граммдай ұшақты безіп дайын. Қазанымызға саламыз, жақсылап барлығын. Салып болғаннан кейін үстіне құм шекерімізді салып, яғни 600 граммдай шықты. Бұл жерде 400-500 граммдай құм шекер тәттімізді салып, отқа қоймай тұрып жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін отқа қоямыз, баяу отта қайнатамыз. Қайнатқан кезде міндетті түрде араластырып отырамыз. Жемімізді 30-40 минуттай қайнатамыз. Қайната отырып, баяу отта араластыра отырып, болғандығын, дайын болғандығын тарелкаға салу арқылы білеміз. Тарелкаға салып, салқындатып, қозғап көреміз салқындағаннан кейін. Егер де ол қозғалмай қалса, біздің жеміміз дайын деген сөз. Яғни парланған банкілерімізді алып, жемімізді салып жабамыз. Мінекей біздің повидламыз дайын. Қою, дәмді, тәтті, қоңыр түсті, балдай әдемі. Арнамызға тіркеліңіз, дамуына қолдау көрсетіңіз.